Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін Алихан. Бүгін біз Майнкрафтта жаңа выживание бастайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл Майнкрафттың ең ескі, яғни ең бірінші версиясы. Майнкрафт 1.0. Егер де сіздерге бұл қызық болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер де сіздер осы версияда ойнап көрген болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал көп созбай, выживаниямыз бастайық. Достар, міне мынандай жерде шықтық. Мындай бір орманда шықтық. Енді бірден мына шошқаны өлтірейік. Керек болып қаларсың. Сен шошқа өбе қайда? Біртүрліктен ше мына Майнкрафт ойнаған кішкене. Майнкрафтта ойнаған кішкене біртүрлі сияқты маған. Бірақ та осы версияда выживать еткен қызық болып тұр. Себебі мен бұл версияда бірінші рет ойнап тұрмын. Осы версияда бірінші рет ойнап тұрмын. Кішкене өзгешелеу екен, ормандар. Біз ойнайтын версиядан және де осы версияның ормандары өте өзгеше, екі түрлі. Байқасаңыздар. Жаңа 1.18-де немесе 16 сондайда ойнап көрген адамдар болса, олар білет байқап, енді айырмашылығын байқап тұрған шығарсыздар. Көзге ілініп, өзгеше болып, көзге ілініп көрініп тұр. Музыкасы бағып кетті ғой, өшірсек. Так, енді. Кішкене алайық, сосын барып, кішкене жан-жақты қарап, осы жақты аралап көрейік. Мына жерде еще жақындататын жоқ қой. Мысалы, сыны басып, жаңа Майнкрафттарда жақындатып қарайсың ғой алыстағыны. Мына жерде ондай жоқ. Жоқ екен, соны байқадым. Шынымды айтсам, біртүрлі болып тұр. Мынаны қарасаңыздаршы, мынандай ғой. Мына жердің бәрі өзгешелеу. Майнкрафтпен салыстыра алмаймыз ғой. Дегенмен бұл ескі версия. Ал мен ойнаған выживание 1.16-да выживать еткен, ол жаңа версиялардың бірі. Так, кеттік, бірден кирка жасап алайық, сосын барып бірден шахтаға кірейік. Кеттік. Мен бұл серияны бір 10 минут қылатын шығармын, одан көп емес. Достар, видео ұнап лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Аяқтардан бірген шахта табамыз деген ойлаймын. Шахта болмаса болмайды, аяқтарда болу керек. Шахта болмаса, кішкентай үңгіршік болса, мысалы мынандай. Ой. Ана күнге күйіп атыр, өл қалсын қасығам. Күнге күйіп атыр. Қазір өл қалсын шығам. Жо, бетек қараңыз. Қалай, зомби, мына тесікке. Мынау қазір айдан кетіп мына тесікке түседі. Сол өзі өлдірді. Идеямен ақырында өлдіріп тадық. Ё-майо, қорқып кеттім ғой. Біреу атылды. Ажық атты ма? Атқан жоқ. Так. Мына жерде инвентарьда тұрған бойыншыққа қараңыздаршы, өте өзгеше. Бірақ енді салыстыратын емес.
Бұл дегенмен жаңа Майнкрафт. Тоқсандар менің заттарым қайда? Киркам қайда? Киркам жоқ болып кетті ғой. Не ол? Не заттарым бірден лақтырып тастайды осылай. Зомбидің дауысы құлағымда ауыртып кетті, ей-ма. Бірден тастан кирка жасаймыз. Сосын мына железоны аламыз. Мә, ұзақ сындырып отыр. Ойбай, тастыкін істеп отыр жоқпын, бәсе. Ағаш бесін сол ұзақ сынат соң жоқ болып кетеді, вообще сындырамаймыз. Алайық. Так, төртеу әзірге жетеді ау. Жетеді емес, жақсы уже кресап железо алып отырық. Зомбидің дауысы жаман болып құлағыма ауырып тұр. Так, алайық. Мына жердегі сразу кресап железо тонап отырық қой. Мә, жақсы болды, кресап осындай үңгір тауып железо тонап отырық. Кіріп ойынды бастай салып, выживаниені бастай салып. Так, алдық енді. Мына жерден шығып кетсек жақсы болар. Мына жерде қалғап та біреу. Так, достар, мынаны өлтіріп алайық. Бізге қой табу керек еще. Қой табылсақ жақсы болар. Қой кеттім ғой. Железоға тұр екен, бірақ мына жерді жау қою керек бәрібір де бізге. Әйтпесе өліп қаламыз. Болды, енді мынаны ала берейік. Не, железо емес. Ой, железо деппін ғой. Уголь. Көмір. Бір жағынан қызық екен, ең ескі, ең бірінші шыққан Майнкрафтта ойнаған. Кіре салысымен өсімен үңгірлер тонап отырық, бірақ енді қатты үйтіп тауып жатқан жоқпыз, бірақ та енді уголь, темір бәрі толып тұр десек те болады. Бұл үңгірден шығайық. Бізге қой табу керек, срочно. Так. Так. Маған не жасалу керек? Печка. Әйтпесе мен қазір қарным ашып тұр. Тамақ пісіру керек. Печка. Так, мынаны жарысын салайық. И потом как раз мынаны да балқытпау керек. Оның алдында мен тамақ пісіріп алайық. Так, достар, осымен видео аяғына келді десек те болады. Бұл Майнкрафттың ең ескі версиясы. Осы версияда выживанияны жалғастыра бер десеңіздер, лайк басып арнама тіркеліңіздер.
келесі версияда ағаш бәрін жинап, булыжник бәрін жинап, жақсылап тұрып үй салатын боламыз. Сау саламат көріскенше достар.